Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздерге қаймақты пирог дайындайтын боламыз. Көріп тұрсыздар, өте дәмді және тез дайын болатын рецептпен бөлісетін боламын. Оның үшін мен каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар және достарыңызбен бөлісе кетіңіздер. Көріп тұрсыздар, бүгін өте оңай, тез дайын болатын қаймақты пирог дайындайтын боламыз. Сармайды азғантай ертіп аламыз, потом шекер саламыз. Шекерді ертіп азғантай 3 жұмыртқа салатын боламыз. 3 жұмыртқаны тез жақсылап араластырамыз. Видеода қалай көрсетіліп жатты, солай істейсіздер. Араластырып, жақсылап араластырамыз. Азғантай тұз салатын боламыз. Сосын 1-2 шымдым тұз салып жібереміз. Сосын араздық етерді оңға араластырып қоям. Сонда жақсы істейтін болады. Асасын ұн салып, елейтін боламыз. Қамыр елеп, сосын морозилкеге 5-10 минутқа, жарты сағатқа қойып қоясыздар. Сосын начинкасын, ішіндегі начинкасын дайындайтын боламыз. Начинкасына қаймақ, жұмыртқа, шекер керек болады. Сосын осылай істейсіздер. Осылай құйып алдым мен. Өте әдемі шықты. Үстін қалаған нәрсеңізбен безетуіңізге болады. Міне көріп тұрсыздар, өте дәмді шықты.